Армысыздар, пайдалы ақпарат қызық арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз шаштың түсу себептері. Қабыл алыңыздар. Шаш көп түссе егер трихолог маманына бару керек. Қанша күтім жасағанымызбен шаш жиі түседі. Адамның басына күніне 50-100 тал шаштың түсуі қалыпты жағдай саналады. Бірақ одан да көп түсетін кездер болады. Әсіресе босанғаннан кейін әйел адамдардың шашы жиі түсе бастайды. Маманның айтуынша, шаштың түсуі сыртқы факторлардан және адамның ішкі органдары жұмысының әлсіздігінен де болуы мүмкін. Ғылымда шаштың түсуін алофесия деп атайды. Дұрыс әрі уақытылы тамақтанбау, шаш күтіміне мән бермеу, жиі күйзелу шаштың түсуіне әсер етеді. Сонымен бірге өт жолдары мен асқазан жұмысының бұзылуы, эндокрин аурулары мен қандағы темір деңгейінің жеткіліксіздігі, гормон ауытқушылығы салдарынан да шаш түседі. Сонымен қатар шаштың түсуі тұқым қуалайды деп баяндайды мамандар. Жиі түсетін шашты емдемес бұрын алдымен түбін қатайтатын шаралар жүргізу керек. Маманның пікіріне сүйенсек, шашы тым сиреп кеткен адамдар өздігінен ем қабылдамағаны дұрыс. Шашы көп түсіп сиреп кеткен адамдар әуелі маман кеңесіне жүгініп, олар ұсынған арнайы сусабындарды пайдаланған абзал. Ол сусабындардың құрамында шаштың қатаюына әсер ететін дәрумендер болады. Ал үй жағдайында түймедақ, алоэ, қалақай, жалбыз шөптерін қайнатып, суын тұндырып, шашты сонымен жуу керек. Ол шаштың түсуін тежейді. Сонымен қатар 1-2 ай бойы аптасына 1 рет шаш түбін спиртпен немесе майсана маймен кастровое масло сүртсе, 1-2 ай өткен соң шаш түбі қатая бастайды дейді маман. Шашқа кем дегенде аптасына 1 рет күтім жасап отыру қажет. Шаш кептіруге, бұйралау мен тіктеуге арналған құралдарды қолдануды азайту керек. Бұған қоса шашты күнде жумаған дұрыс. Ол шаштың әлсіреуі мен тез майлануына себеп болады. Ағзаға темір жетіспеушілігінен шаш жиі түсетінін ескерсек, шай, кофе, газдалған сусындарды ішуді де тыйған дұрыс. Өйткені мұндай сусындар темірдің ағзаға сіңуіне кедергі келтіреді. Егер шаш маңдайдан бастап түсетін болса, тәттіні, шырындарды, сүтті, спиртті ішімдіктерді ішуді азайту қажет дейді трихолог. Шаш түсе бастаса, қандай дәрумендер қабылдаған дұрыс? Төгілген қолаң шаш әйел сұлулығының белгісі. Егер ол сирей бастаса, мазасызданбау мүмкін емес. Шаштың түсуіне қарсы шара қолданбас бұрын оның түсу себебін анықтап алуға тура келеді. Шаштың түсуінің негізгі себептері: ауыр күйзеліс, шашты жатқызу үшін қолданылатын құралдар пайдалану, пен бұйралауға арналған қысқыштар, ыстық қысқыш, біркелкі қоректену, дәрумені мен минералды заттары бар тағамдарды аз тұтыну, дәрі қабылдау, антибиотиктер, ағзада гормондардың азаюы, қартаю процесі кезінде, жүктілік және босану, бас терісінің жұқпасы, хирургиялық араласу, экологияның әсері. Шаш түсе бастаса, қандай дәрумендер қабылдау керек екенін қарастырайық. А дәрумені, ретинол, шаштың зақымдалған құрылымын қалпына келтіруге көмектеседі. Ол дәруменнің жетіспеушілігінен шаш зақымдалып түсе бастайды. Б дәрумендер тобы бас терісінің эпителий тіндерінің сау болуы үшін маңызды. Дәрумендердің барлық тобы бас терісіне оң әсер етіп, шаш механизмін жақсартып, жылтырап, төгіліп тұруына әсер етеді. Б2 қан айналымының жақсаруына ықпал етеді. Оның әсерінен барлық қоректік заттар жақсы сіңіріледі. Б2 дәруменінің жеткіліксіздігі бірден көрінеді. Шаштың ұштары ұшталып сынғыш болады және шаштың түбі тез майланады. Б3 никотин қышқылы. Бұл зат алмасуды жеделдетеді, нәрлендіріп, ылғалдандырады. Шаш түсу кезінде өте пайдалы болып табылады. Тым құрғақ шаш осы дәруменнің жетіспеушілігінің нышаны. Б5 пантотен қышқылы шаш түбіне әсер етеді, өмір сыйлаушы деп атауға болады. Б5 дәрумені жетіспесе, шаш серейді, өспей қалады.
B6 иммунитетті көтереді. Осы дәруменнің әсерінен шаш төзімді болады. B6 дәрумені сондай-ақ қайызғақпен жақсы күреседі. Химиялық бояулардан кейін шашты қалпына келтіруге көмектеседі. B9 полий қышқылы пантотен қышқылымен ұштаса отырып жұмыс істейді. Ол май бездерін реттейді. B9 дәрумені жетіспеген кезде қысқа уақыт ішінде майланып кетеді. B12 дәрумені шаштың тегістілігімен ықпал етіп, қан тамырларын қалпына келтіруге көмектеседі. Шаштың шамадан тыс қатты көмескі тартуы осы қоректік заттардың жетіспеушілігінен болады. Аскорбин қышқылы маңызды құрамдас болып табылады. Ол иммундық жүйені күшейтіп, шашты сусымалы етеді. Е дәрумені тері жасушалары жақсы жұмыс істеуіне себепші. Жаңа шаш талдарының пайда болуы мен ескі шаш талдарын нығайтады. Ф дәрумені өмірдегі кездесетін түрлі қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Мұның бәрі шаш түсу кезінде пайдалы дәрумендер. Шаш поликулдарын қоректендіру мен қан айналымын реттеу үшін маңызды болып табылады. Қоректік заттар жетіспеушілігінен шаш түсе бастайды. Су шаш пен бас терісіне арналған азық-түліктер. А дәрумені ретинол. Жұмыртқаның сарысы мен бауыр, ірімшік, сары май сияқты азық-түліктердің құрамынан табылады. Ағзадағы ретинол синтезделу мақсатында бета-каротині бар тағамдар жеу керек. Ретинол зат сәбіздің құрамында көп кездеседі. Сондай-ақ кез келген сары қызыл жемістерде болады. Бұл дәрумен майлы тағамдармен жақсы сіңіріледі. Сондықтан қаймақ, өсімдік майы қосылған тағамдармен бірге тұтыну жақсы нәтиже береді. Б дәрумендер тобының көзі болып табылатын өнімдер: жаңғақ, ет, банан, картоп, сүт, бұршақ тұқымдастары, сұлы күнбағыс майы, сүт, қырыққабат қоректік заттарға бай, ағзаны пайдалы заттармен толықтырады. Сыра ашытқысында Б дәрумені өте көп. Шашты Б дәрумендермен байыту үшін тағамға бидай өсінділерін пайдалану керек. Күніне 100 грамм жеткілікті. B12 дәрумені барлық ет өнімдерінен табылады. Цитрусты жемістер: алма, қырыққабат, итмұрын, киви, аскорбин қышқылының үлкен көлемін қамтиды. Грек жаңғағы мен бадам жаңғағы. Ф дәруменіне өте бай, шаштың түрін жақсартады. Е дәрумені сары май мен шпинатта және бұршақтың құрамында кездеседі. Бұл А дәруменімен және маймен бірге жақсы сіңіріледі. Шашқа арналған дәріханалық дәрумендер. Шашыңыз сау қалпын сақтап тұру үшін күнделікті тұтынатын тағам қоректік заттектерге бай болуымен қатар дәріханадан қосымша дәрумендер алып қабылдаған дұрыс. Есте сақтау: кез келген дәріні алып өзіңіз қабылдай беруге болмайды. Шын мәнісінде сіздің шашыңызға қандай дәрумендер қажет екенін дәрігер маман шешеді. Сондықтан алдымен дәрігермен ақылдасқан жөн. Ревалид комплекстік дәрумені құрамынан талап етілген барлық қоректік заттарды табуға болады. Ол денені қоректік заттармен нәрлендіріп қана қоймайды, оны гормоналды деңгейде қалпына келтіреді. Емдеу курсы 2 айға созылады, бірақ нәтиже 1 ай ішінде көріне бастайды. Панто-вигар шаш түсуіне таптырмас құрал. Бұл құрал жылдам нәтиже бермейді, алайда шаш түсуіне тиімді қорғаныс жасайды. Шаш күтімі: B1, B6, А, Е дәрумендерінде 2 шай қасық бал, 1 жұмыртқа сарысы, алоэ сөлін қосып араластырыңыз. Масканы бүкіл шаш ұзындығына жағып, бас терісіне де жағылады. Нәтиже жақсы болу үшін басты орамалмен орап қою керек. Екінші, пияз шырыны маскасы шаш түсуіне қарсы тамаша құрал. 1 ас қасық пияз сөліне 1 ас қасық ошаған майын, рафейное масло, кастор майын, 1 жұмыртқа сарысы, 1 ас қасық ащы бұрыш, 5 тамшы А дәруменін жақсылап араластырамыз. Шаштың бүкіл ұзындығына жағып, шашты полиэтилен пакетпен орап, жылы шапқа киіңіз.
30 минуттан соң жақсылап жуыңыз. Шашыңызда пияздың иісі қалмас үшін суға қыша ұнтағын қосып жууға болады. Жақсы нәтижеге жету үшін мұндай масканы күнара 2 ай көлемінде жасауға тура келеді. Егер шашыңыз тым құрғақ болса, силектеу жасау керек. Үшінші, сарымсақтан дайындалған маска. 2 ас қасық ошаған майын, рафинное масло. Жылытыңыз. Оған 1 жұмыртқа сарысын, 1 ас қасық бал, 1 ас қасық лимон, 1 ас қасық шашқа арналған бальзам қосыңыз. Дайын қоймалжыңға 1 түйір сарымсақты езіп қосыңыз. Дайын масканы бүкіл шашқа жағыңыз. Шаштың түбін ысыңыз. 30 минуттан кейін жуып тастауға болады. Пияз маскасы. 4 ас қасық үккіштен өткізілген пияз бен 1 ас қасық балды араластырып, оны бас теріңізге жағыңыз. 40 минут ұстайсыз. Берілген уақыт өткен соң басыңызды сусабынмен жуасыз. Қыша маскасы. 2 ас қасық қыша мен зәйтүн майын, сондай-ақ 3 ас қасық айранды қосып араластырамыз. Кейін бұл масканы шашыңызға жағып 30 минутқа қалдырасыз. Осыдан соң жылы сумен басыңызды сумен шайыңыз. Қыша маскасының тағы да бір түрі бар. Ол үшін 2 ас қасық қыша ұнтағы, 2 ас қасық жылы су, 1 сары уыз, 2 үлкен қасық зәйтүн майын қосып барлығын араластырыңыз. Бұл масканы бас теріңізге жағып, оны целлофанмен орап тастаңыз. Аталмыш процедураны 15 минуттан 1 сағатқа дейін ұстауға болады. Уақыт өткен соң жылы сумен шайыңыз. Ескерте кететін жайт, барлық тұнбаны дәруменді қолданған жағдайда трихолог мамандарымен кеңескен абзал. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.